Онда мен көрермендерге сізді таныстыра кетейін. Өйткені жаңа кейіпкерлер. Оң жағымда Назгүл Қожабек, белгілі аудармашы филолог, әйгілі атышулы деп айтуға болады сияқты кейбір сәттерде. Және Бауыржан Мұқатай, ол да кейбір моменттерде атышулы болып қалады. Бауыржан, қандай парақша жүргізесіз? Картахана. Және Қазаграммар. Назгүл ханым Калькастоп деген парақшаны жүргізеді. Телеграм арнасы. Сілтемеде бар, төменде міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Калькастоп және Қазаграммар коллаборейшн. Кеттік. Подкаст. Бірден мынандай сұрақтан бастасам. Калька деген негізі анықтамасы, шекарасы анықтамасынан бөлек, шекарасы бұлыңғыр сияқты. Қалай ойлайсыз? Кальканың шекарасы бұлыңғыр болуына себеп, өйткені калька бір ғана категорияда емес қой. Семантикалық калька, стилистикалық калька, грамматикалық калька деп кете береді. Өзі сөздің калькалануынан бастап, сөйлемнің калькалануына дейінгі аралықтағы біраз дүниені қамтитын болған соң, оның шекарасы бұлыңғыр. Бірақ енді іс жүзінде бірақ оны түсіндіруге бірақ нәрсе бар. Калька деген бір нәрсені айна қатесіз сол күйінде көшіріп алу болды. Негізі кірме сөздің бір түрі. Кірме сөздің емес, сөз жасамның бір түрі. Сөз жасамның бір түрі. Сөз жасамда калька жақсы құрал. Өйткені бір сөз тілде жоқ, осы уақытқа дейін болмаған құбылыстардың, заттардың қоғам өміріне кірген кезде соған ат қою керек қой. Ат қойғанда ол сен оған термин жасау керек болады, ат қою керек. Сонда не өзіңде бар сөзді аласың, не сөзді кіргізіп аласың, не аударып аласың. Сол аударғандағы бір түрі сол калькалап аудару. Мысалы бізде жартылай өткізгіш, ол таза калька. Полупроводник. Мысалы біз фильм түсіреміз, снимать кино, кино түсіреміз, ол да калька. Спектакль қоямыз, ставить спектакль мысалы. Ол да калька. Өйткені бізде белгілі бір кезеңге дейін қазақ даласында, жалпы қазақ мәдениетінде театр деген болған жоқ, спектакльдер. Процестің өзінің органикалық бізде атауы болған жоқ. Сондықтан сондай нәрселерді алғанда кірме сөз жасаудың бір түрі ретінде сондай калька қолданылады. Бұл тұрғыдан кальканың жақсы бар, жаманы бар деп айтасыз. Жақсы бар, жаманы бар. Калька тілді байытады деген ұстанымда осы нәрсе алдыңғы кезекке шығады. Қай нәрсе? Жаңағы жоқ сөзді қазақ тіліндегі баламасын табу, мысалы спектакль қою деген мүлде басқа мағынада сөз, бірақ сол ставить спектакльді біз калькалап алдық мысалы. Ал фильм түсіру ол негізі тарту сияқты болу керек қой деймін. Таспалау дейді мысалы, бірдеңе тарту деген естіген сияқты. Фотоға тарту, суретке тартып алу дейді, бірақ көбінесе суретке түсіру деп те айтамыз. Фото түсіру, снимать фото. Фотосъемка, көрдіңіз, бәрі түсіру. Осындай жағдайлар, біз айтып отырғанымыз 2-3 мысал ғой, бірақ ондай дүние өте көп. Сөз жасамның, термин жасамның бір құралы ретінде ол егер шегінен шықпай дұрыс қолдана білсе өте жақсы құрал. Тілді байытатын, шынымен тілдің сөздік қоры, лексиконды байытатын құрал. Ал грамматика жағынан, стилистика жағынан келгенде ол өте қиын дүние. Проблемасы көп. Бауыржан, бірден айтайын. Жаңа сіздер тарту дегенді атап өттіңіздер. Сол мен білуімше түрік тілінде де ресми сөйлеспей ақ қой. Сен деп айта беріңіздер. Жақсы. Чекмек деген сөз бар. Түрік тілінде ол да сол. Сіз сөйлесем ғой әрине. Ол да сол тарту деген мағынаны білдіреді, және білуімше бұл парсы тілінен жаңа калька сияқты да. Тарту сөзі ма? Жоқ, осы суретке тарту, видеоға тарту деген Қытай қазақтар көбіне айтады, Өзбекстан қазақтары, өткен жаңа өзбек, ұйғыр тілдерінің әсерінен, ал ол тілдерге сәйкесінше парсы тілі әсер еткенді. Және осы тұрғыда сіз қалай ойлайсыз, біз екі тілден калька келіп тұр, бірі парсы тілінен, бірі орыс тілінен, біз бұл тұрғыда қайсысын алғанымыз жөн, қайсысына приоритет бергеніміз жөн ба, қалай тағы калькілеп жібердің ба? Қазір бізде сөз қорымызда екеуі де жүр, мысалы жаңағы чекмек дегеннен шығады, бізде шегу бар, тарту бар.
мысалы ол да, бірақ оларда ичмек. Сондай жалпы лексикология өте күрделі сала ғой. Бұл жағынан кәдімгі мамандар бар, мамандар бар, бәрі қоғамдағы тенденциялар ескеріледі, сөздік қоры былай мына біздегі тіл динамикалық құбылыс ол өзгеріп отырады дегендегі ең өзгеріп отыратын саласы тілдің ол осы лексикология. Лексикон былай да ең баяу өзгеретін грамматика сияқты. Баяу емес, мүлде морфологиядан бұрын синтаксис өзгермеуі керек. Мүлде өзгермейді синтаксис. Тілдің өзінің синтаксисі бар, өзінің органикалық синтаксисі бар. Ол өзгерсе де енді бір аса бір қиын жағдайда болмаса синтаксис өзгермеуі керек. Морфология енді сөз жасамға қатысты болғаннан кейін морфологияда сәл кішкене бір не сияқты мысалы болгар тіліндегі падеждер жоғалып кеткен. Бізде де қиын болып бара жатыр ғой. Ол енді табиғи деп айтуға болады ма? Болатыр, болсын ал деп жіберіп қою. Болгар тілі үшін олар енді өздерінің баялығы да өздері санайды, мақтан тұтады. Бізде де мысалы дәл падеждер жағын айтатын болсақ, біздегі септіктер қазір қатты мынандай турбулент күйге түсіп кетті. Өйткені орыс тілінің ықпалы. Орыс тілінің, сосын ағылшын тілінің ықпалы да бар, және қазақ тіліне қазір қатты ықпал етіп жатқан тіл түрік тілі. Осы үш тілдің ықпалы қазақ тіліндегі септік категориясына қатты тиіп жатыр. Түрік тілінің ықпалы жекеше түр, көпше түр деген категорияға қатты тиіп жатыр. Ағылшын тілінің ықпалы да бар, бірақ негізгі орыс тілі, жалпы біздегі септіктердің өзі кезінде орыс тіліне қарап отырып жасалған. Ал енді қазір септіктерде орыс тілінің ықпалымен септіктердің қызметі қатты бұзылып кетті. Мүлде бұзылып кетті. Одан кейін сапасыз аударманың кесірінен қатты септіктердің қызметіне көп зиян келді де, мысалы көмектес септік быт-шыт шығып кетті. Сіз оны бөгеттес септік деп айтасыз. Мен оны бөгеттес септік деп атайтын болдым, өйткені көмектес септік өзінің қызметінен айырылып қалды да, басқа септіктердің бәрінің қызметін мойнына іліп алды, бірақ ол тартып алған септіктер басқа септіктердің қызметі кіріп кетті, олар былық. Былай айтқанда, мысалы табыс септікте болатын сөздің бәрі қазір ілік септікте, өйткені орыс тіліндегі жаңа родительный, винительный падеждің екеуінің сәл ұқсастығының кесірінен бізде қазақ тіліндегі ілік септік пен табыс септік қатты былығып кетті. Жаңа президенттің сайлауы деген сияқты нәрсе кіріп кетті. Президенттің сайлауы деген вообще саяси қате айтқанда парламентінің сайлауы деген. Президент сайлауы болу керек. Президентінің сайлауы емес, президентті сайлау ғой. Одан кейін анау қол жүктерінің рәсімдеуі деген сияқты, жолаушылардың тіркеуі деген сияқты. Енді бұл көп айтылып жүрген мысалдар, бірақ бұл мынадай көрнекі мысал. Екі септіктің қызметі бір-біріне ауысып кеткені. Жатыс септікте болатын сөздердің көбі ілік септікке кетіп қалды, немесе мүлдем жатыс септікте болатын қызметінен айырылып, сөз тудырушы лық жұрнағы жалған қосылып кетті. Оның бәрі орыс тіліндегі сөз тіркестеріне қарай бергеннің кесірінен асығыс сапасыз аудармада орыс тіліндегі мына нәрсе қазақ тіліне былай аударылады деген принцип жоғалып, тура сол күйінде калькалап ала беру. Бәрі калька айналып келгенде. Салдары өте қиын тиіп жатыр. Тілге қиын тиіп жатыр, тілдің болмысы кішкене лайланып кетті. Бауыржан, жалпы осы өте қызық үрдіс. Біз шынымен де орыс тіліне қазір көп ден қойып жатырмыз ғой, өйткені ол қазір өзекті. Ал не себепті біз мысалы артқа қарап, сәл жаңағы кезінде бізге әсер еткен парсы, араб тілдеріне де неге қарамаймыз? Мәселе бізде сол тілдерден келген етістіктің түбірі және ету деген сөз арқылы кірген бірнеше сөз бар да. Мәселен, әсер ету деген сияқты бұларды біз жоюымыз керек пе жалпы, әлде осылар сияқты кезінде бізге кіріп кеткендей болашақта да бізге осы орыс тіліндегі сөздер кіріп кете ме? Мысалы ең көп қолданылатын сөз ол мешать ету, мысалы кедергі жасау, звонить ету. Жалпы сұрақ мүмкін кіргізе салу керек. Звондау дегенді, мысалы менің ойымша звондау дегенді ресми қылдыра салған дұрыс. Олай істейтін болсақ, мынандай дүние бар да, біз
қандай жағдайда да бір нәрсені кіргізетін болсақ, оның артынан бәленбай нәрсе кіретінін де ескеру керек. Ана саңылау сәл ашылса, мысалы суды сен бір тамшысын ғана кіргізіп алып, одан кейін бөгеп қоямын деген әңгіме жоқ. Мынандай бар ғой, жаңағы сәл жылға болса болды, ол кіре береді. Қазірдің өзінде ол ресми емес, бейресми звондай салып жүрміз ғой. Қоңырау шалып жүргеніміз азын аулақ бірен саран адам қоңырау шалатынымыз. Мысалы Санжар Керімбай аға мысалы толғау деп қолданады. Звондау. Телефон толғау дейді. Maybe. Ол кісінің төңірегінде жүргендер сол стилистиканы қабылдап, олар да мысалы телефоным толғай жөнелді дейді. Ол кісінің телефоны шырылдамайды, телефон толғай жөнелді. Біздің телефонымыз шырылдайды. Идиалект деп аталушы еді. Идиалект, жеке адамның диалекті. Сондай дүние кіргізіп жатыр. Енді ресми кіргізудің керегі жоқ. Ресми ол бейресми бәрі қолданылып жүрген нәрсе, бірақ оны ресми стильге әдеби нормаға кірмей, ертеңгі күні ол мектеп оқулықтарында жазыла бастайды. Одан кейін сен таза етістік түріндегі әрекет атауын басқа тілден кіргізіп алу. Мысалы біз селфилету дей саламыз, мысалы окей дейін десең тағы да қиыны, бейресми айтыла береді, бірақ бәрібір ондай нәрсені ең алдымен әдеби нормаға кірген сөздер ертеңгі күні мектеп оқулығында қолданыла бастайды. Сондықтан бейресми айтыла берсін, бірақ ондай жағдайға жеткізудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Бір қызығы осы сөздер селфилету және тағы да басқа. Бір жағынан бейресми лексика, екінші жағынан жаргон, сленг әртүрлі категорияға жатады. Сонда түсінбейсің да, жаңағы қайтадан шекара мәселесі пайда болады сияқты. Бір сөз кіргеннің артынан, мысалы жаңағыдай септіктердің, окей, мына көмектес септік, осы сөз бізге көмектес септікке калькаланып келді, окей, кіргізіп алайық дейді. Ал жарайды, кіргізіп ал, оның артынан басқа, мысалы көмектес септікке қате қолданылып кеткен сөздердің қаншауы кіріп кетеді ғой. Одан кейін сол мысалы туған күніңмен дегенді біз бейресми мойындадық, ресми де ол бәр жерде қолданылады ғой. Окей, туған күніңменді норма деп қабылдайық, жарайды. Өткенде мен сәбиіңіздің туылуымен дегенді көрдім. Ал енді осы дұрыс па? С рождением, көрінді? Бір нәрсені кіргізсең, оның артынан сен оны дұрыс емес деп айта алмайсың, мысалы. Жарайды, туған күніңмен деп дұрыс деп құттықта айтып жүрміз, ал мектеп бітіруіңмен дейді. Мысалы, бұл дұрыс па? Бұл былай сияқты контекст бойынша басқа мағынасы жоқ, түсінікті, нақты осы екені. Жоқ, енді сәбиіңнің туылуымен деген қаншалықты түсінікті. Ал енді мен туған күніңмен деп тұрған жерде сәбиіңнің туылуымен дегенге қарсы шыға алмайсың. Өйткені ол орысшадан кеп тұр. Орысшада с днем рождения, с рождением ребенка. Ары қарай кете береді. Мысалы маған былтыр бір кісі поздравляю с выпускником вас деді да, бала мектеп бітіріп жатқанда. С выпускником вас. Он орысша, мен оны түсінем. Поздравляю, балаңны мектеп бітіріп жатқан құтты болсын деген контекст екенін мен оны түсініп тұрмын. С выпускником деді, поздравляю. Бірақ енді оны мен мектеп бітірушіңмен деп айта алмаймын ғой. Оны мен қазақ тілінде тек қана балаңның мектеп бітіріп жатқаны құтты болсын деген контекстке ғана сыяды ол сөз. Басқа ешқандай мағынаға басқа ешқандай сөзге, тіркеске мен ол мағынаны сыйғыза алмаймын. Немесе балаңның мектеп бітіруімен дегенге де мен оны сыйғызғым келмейді. Ешқандай тілек, ешқандай не мәні жоқ дүниені, мысалы ағылшыншаның да өзінде тілеймін деген сөз жасырын тұрады ғой. Merry Christmas дегеннің өзіне I wish you деген жасырын тұр. Орыс тілінде де с днем рождения дегенде поздравляю деген жасырын тұр. Біз неге оның поздравляю деген жасырынын аудармаймыз да с днем рождения дегенін ғана аударып кіргізіп аламыз. Мен мысалы Нұрғиса Тілендиевтің айналайын мама туған күніңмен деген өлеңі әнге мысалы мен өкпелімін. Өкпелімін. Сондай әнді шығарған, сондай контекстте ән шығарған өкпелімін. Жоқ, өзі жазған жоқ қой. Мақатай жазды ма, Молдағали жазды ма, ұмытып қалдым. Негізі мысалы Мұстафа Шоқай өкінішке орай деп қолданған дейді. К сожалению. Біз 30-20 жылдар. Біз бір нәрсені ескерейікші.
алаш арыстары дейміз, кезінде қайраткерлер дейміз, ол кісілер бәрі орысша оқыған. Мінсіз емес. Мінсіз емес. Біз ол кісілерді еңбегін бәрін бағалай отырып, ол кісілердің стилистикасына біз бәрібір қазір сүйенбеуіміз керек. Мәселе сүйенбеуде емес. Біз ол кісілердің стилистикасын, ол кісілердің ар жағы бэкграундын таны отырып қарастыруымыз керек. Ол кісілер бәрібір бүкіл білімді, ол кісілер орысша немесе немісше оқыды десек, орыстардың өзінің білімі, ғылымы, неміс, француз нелерден келді ғой. Ол кісілердің де бүкіл білімді, ең алғашқы, ең таза университеттік білімді ол кісілер орысша алды. Сондықтан ол кісілердің стилистикасында орыс тілінің ықпалы болғаны анық, соны мойындай отырып, соны сол тұрғыдан, сол призмадан қарастыруымыз керек бәрібір. Окей, мына кісі айтыпты, ол дұрыс деген нәрсеге біз кішкене, өкінішке орай деген бұл айда алдық, ол өмір бойы қолданылып келеді, ес білгелі өкінішке орай деп айтып келеміз. Бірақ сәл де болса өкінішке орай деген қазақ тіліне к сожалению арқылы, к сожалению дегеннің аудармасы болып кіргенін біз бәрі мойындауымыз керек. Өкінішке орай тек қана к сожалению деген орам орыс тілінде болмаса, бәлкім бізде өкінішке орай деген орам пайда болмас еді. Онда былай ма, тым көп адам мойындап қолданып кеткен кальканы еріксіз стандартқа кіргізуіміз керек, әдеби нормал. Ол енді өкінішке орай дегенді ешкім қазір шығарып тастайды. Жоқ, туған күніңмен дегенді мен бәрі қабылдай алмаймын. Енді ол қазір мен Назгүл айтты екен деп ешкім туған күніңмен дегенді лақтырып тастайын деп отырған жоқ, әрине. Ұмытып кете салмайды, ол өмір бойы келе жатқан дүние. Назгүл айтты екен да, бірақ сіздікіндей пікір бар екенін біліп жүрсін. Менікіндей пікір бар екенін біліп жүрсін, және контент жасағанда ескеріп қалсын. Мысалы, бір жасыңмен дейді. Бір жасыңмен дегенде, шын айтса, туған күніңмен, бір жасыңмен дегенде маған месседж шықпайды. Мен ол жерден ешқандай месседж қабылдамаймын. Ол жерде маған ана адамның, мен туған күніңмен дегенде, мен ол жерге ана адамға деген тілегімді сыйғыза алмаймын оған. Мен оған бір жасың құтты болсын деп айтқанда, құтты болсын, мен оған тілек тілеп тұрмын. Маған да адам туған күнің құтты болсын дегенде, ол адамның маған құт тілеп тұрғанын мен түсінем. Туған күніңмен дегенде, ол бір ештеңе, мен ол жерден ешқандай месседж, ешқандай контекст алмаймын. Ол қайтадан жасырын тұр деп қабылдай саламын. Жасырын тұр деп қабылдай алмаймын. Өйткені орысшасында поздравляю деген жасырын тұр, туған күніңмен құттықтаймын деген кішкене нете алмаймын. Енді ол менің ғана пікірім болуы мүмкін, бірақ жалпы тіл тұрғысынан алғанда, не алғанда қиын нәрсе емес қой. Мысалы, туған күніңмен дегенді ақырындап шеттетіп шығарып тастау қиын нәрсе емес. Ол экономикаға, ол қоғамға, ол саясатқа, ғылымға әсер ететін нәрсе емес. Бірақ болмыс, қазақы болмыс, бір ниет, пиғыл тұрғысынан алғанда, оның әсері өте үлкен. Мысалы, бір жасыңмен дегеннің орнына бір жасың құтты болсын, жаңа жылың құтты болсын. Мысалы, тәуелсіздік күнімен дегеннің орнына тәуелсіздік күні құтты болсын, тәуелсіздігіміз құтты болсын, Мысалы, дипломыңмен дегеннің орнына дипломың құтты болсын. Сен диплом алдың, сол дипломың саған құт әкелсін, саған береке әкелсін, табыс әкелсін деген қаншама тілек тұр бір сөздің өзінде. Ол кішкене адамның ниетін білдіру жолы ретінде мен құрғақ туған күніңмен дегеннен гөрі туған күнің құтты болсын дегенді құп көремін. Сіз жаңа жасырын түрде дедіңіз ғой, жаңа тілеймін деген, осыған қатысты бір бұрында сізде осындай бір пост болған сияқты есіме түсіп кетті. Қайырлы күн, қайырлы кеш дегенді дұрыс емес, яғни толығымен айтуымыз керек дейсіз, жаңағыдай нәрсе ғой. Күн тілеймін, бірақ не себепті, мысалы, әлем тілдерінің баршасын көрсек, зерттеп көрсек, бәрінде құр осылай жақсы деген бір сөзді алады да, сосын жаңағы күннің мезгілі ма қалай? Сол конструкциямен бүкілінде кетеді. Тіпті Еуропаның жаңағы әсеріне ұшырамаған бір кейбір Азияның бір оқшауланған тілдерін де алсақ та сондай екен да. Жаңағы Google-мен аударып көрсек, не себепті бүкіл ел, бүкіл әлем, әлемнің барлық елдері біз ғана осылай басқаша қылуымыз керек деп неге біз толығымен айтуымыз керек? Жаңағы Google-мен аударып көрсек дегенге, мысалы, біз өзіміз білмейтін тілді Google-ға салғанда, Google-дың алгоритмін ескеруіміз керек. Google-дың алгоритміне паралар түседі.
біз білмейтін тілдің жаңағы ағылшын тілі арқылы тіркесті соның ағылшын тіліндегі баламасын енгізді, болды. Біз дәл ана жерде екі сөздің мағынасы қандай, олар қандай тіркес құрып тұрғанын білмейміз, бірақ бізге Google соның ағылшын тіліндегі баламасын берді, good morning деп. Ал шын мәнінде білемін, араб тілінің өзінде мысалы сабах аль хейр дейді, қайырлы таң. Сабах аль хейр, сабах таң, хейр қайырлы. Ол бәрінде бар, мен жаңа туған күніңмен деген сияқты нәрсе ғой, ол да. Бірақ қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, тағы да не жоқ та мынандай. Енді ол күнделікті қолданылатын дүние болғаннан кейін қысқа нұсқасын таңдау бір сіңіріп алу дұрыс болғанда шығар, бірақ мысалы кеш жарық, таң қайырлы болсын деген сияқты бір мәні жоғалып кететін сияқты көрінеді. Бірақ бізде де жасырын сөз қалып қояды ғой сонда. Таң қайырлы болсын, іске сәт деген дұрысырақ қой сіздің. Іске сәт тілеймін ғой. Бірақ бұнда жасырын ештеңе жоқ, Іске сәт, іске сәт. Бірақ енді сәттілік дегенде мен мысалы жай ғана сәттілік дей салады. Сәттілік тілеймін, бізде жасырынып тұр ғой тілеймін. Олай болмай ма? Басқа тілде жасырынуға болады, бізде болмайды деген сияқты. Жоқ, болмайды деген емес. Мысалы бізде сәттілік дегеннің орнына іске сәт деген. Мысалы, сәт сапар. Ол жерде де іске сәт тілеймін, сәт сапар тілеймін, ақ жол дей саламыз мысалы, ақ жол тілеймін. Бірақ жаңағы сәттілік дегенде ол же бітті, бәрі шашылады да қалады. Оның кішкентай нюанстары бар. Бізде кез келген дүниенің бізде өзімізде органикалық кезінде қалыптасқан нұсқалар бар, соларға приоритет беріп, егер мына нәрсе орыс тілінің ықпалымен келген болса, келгенін біліп тұрсақ, былай қойып, ана жақтан түкпірден бір жерден өзіміз тастаған жерден соны шығарып алған дұрысырақ болады. Мысалы, жаңасы кездесуде не әңгімеге кетіп қалдық. Мысалы, жүктілік, беременность. Мысалы, медицинаға байланысты контенттің бәрінде жүктілік кезінде, жүктілікті жоспарлап жүрсеңіз деген нәрсе көпті. Мысалы, жүкті әйел деп. Жүкті деген сөз бізге орыс тіліндегі беременность дегеннің аудармасы болып келді. Беременность – это от слова бремя. Оларда мысалы босану, бұрынғы орыс тілінде босану деген разрешиться от бремени деп айтылады оларда. Бойындағы жүгінен арылу. Бізге ол жүкті болып келді. Мен мысалы бұрынғы нелерді қарау қиын ғой, ізденіп нетсең де табылмайтын дүние көп. Мысалы, мен орыс тілі келгенге дейін қазақ тілінде жүкті әйел деген сөз болды дегенге мысалы сене алмаймын. Оны дәлелдеу керек, бірақ мен өз басым мысалы сене алмаймын. Қазақ тілінде 2 қабат деген сөз болды және аяқ ауыр. Ал беременеть дегеннің қазақшасы жүкті болу емес, бала көтеру еді. Мысалы, енді қазір біз тым бір қандай әлде бір академиялық мәтін болмаса, ауызекі сөйлегенде, мысалы, біз жүкті дегеннің орыс тілінен келгенін біліп тұрып, оны сәл бүйтіп сырып қойып, аяқ ауыр әйел. Мысалы, бала көтерерде, бала көтеріп қапты, жүкті болып қапты емес, бала көтеріп қапты. Осындай дүниелерді әрине оны үнемі ойыңда ұстап, әр сөзіңді бағып отыру мүмкін емес қой. Бірақ контент жасайтын адамдар осы нәрсені ескеріп отырса, ол трансляция жүре береді ғой, ел арасына ол сіңе береді, сөз тарай береді. Соны бір рет аяқ ауыр әйел дегенді оқыған адам, шынымен бұрын аяқ ауыр әйел деуші едік қой, неге біз қазір жүкті әйел дейтін болып кеткенбіз деген сияқты. Соны әр сөзге осындай контент, мысалы, балам сөйлей бастады, балам жүре бастады деген көп қой. Баламның тілі шықты, баламның аяғы шықты. Аяғы шықпаған бала, тілі шықпаған бала. Осындай дүниелерді ақырындап контент жасайтындар өстіп кіргізе берсе, ол тарала береді, елдің есіне түседі. Ол жоқ болып кетті деген сөз емес, ол ұмытылып кетті. Ақпарат қатпарларының арасында, бізге орыс тілінен сіңген нәрсенің арасында астында қалып қалды да, енді қазір оны аршып ала аламыз. Мысалы, картоп тазалағанның орнына картоп аршу деген сияқты. Біз қазір картоп аршымайтын болып кеттік, аршу деген сөз кетіп бара жатыр. Біреу жарады. Мысалы, қазір қасапханаға барсаң, ішек қарнын тазалап берейін ба дейді. Негізі аршу. Ішек қарнын аршу. Сөз жоғалып, сөйте берсек, біз сөзден айырыламыз, бір сөз түсіп қалады, екі сөз. Біз ана сөзді кіргізіп алайық деп жүргенде, біз өзімізде бар сөздерден айырылып жатырмыз ғой.
олай болмайды ғой. Ал сіз мына нәрсеге қалай қарайсыз? Мысалы кейбір сөздер көп бүкіл өңірлерден жойылып кетеді, бірақ бір өңірде қалады, диалект болып қалады. Мысалы батыс диалектінде Маңғыстауда шөгу деген етістік бар. Шөгу деген, осыны қарап шықтым, қателеспесем әдеби тілде ол түйенің жаңағы тізерлеуін білдіреді, бірақ шөгу дегенді мен осы бала кезден естіп келе жаттым. Тізерлеу деген мағынада қолданамыз да. Мысалы осы сияқты шөгіндер дейді, бәрі отыра қалады. Тізерлеп отыру дегеннің орнына мысалы шөгу дегенге мысалы приоритет беріпті жаңағы диалекттен. Жалпы сіз диалект сөздерге қалай қарайсыз осы тұрғыда? Соларды алға шығару ма? Соларды алға шығарсақ, мысалы ұмытып болған сөздерде қой шейіш деген. Жоқ, енді ондай қой шейіш деген нәрсе мен өзімде қойсай деп сөйлеймін кейде, бірақ ол диалектке мүлде қатысым жоқ, бірақ жалпы қазақ тілінде қазір Қазақстанда біз оқыған кезде былай дейді бізге, қазақ тілінде диалект жоқ. Таза диалект деген ұғымның бүкіл сипатына сай келетін құбылыс қазақ тілінде жоқ. Әлде бір өңірлерде жекелеген сөздер бар, басқа өңірге тарамаған, ол өңірдің өзінің тұрмыс салт жағдайына байланысты туған сөздер, шыққан сөздер. Мысалы, түйелі ауылда шөгу деген қолданылса, түйесі жоқ ауылда мысалы шөгу деген сөзді білмейді деген сияқты. Одан кейін ол шекаралас басқа елдердің, басқа халықтардың, басқа ұлттардың тілімен қарым-қатынас нәтижесінде мысалы шыққан сөздер, мына шығыстағы әгүршік деген сияқты ғой. Біз әлі күнге дейін қауын мен қарбыз хит болады ғой, мысалы жаз шықса болды, қауын қарбыз хит болады. Сол сияқты ондай сөздер әр өңірде бар. Алайда біз қазір Қазақстан аумағында бізде қазір мынандай тек қана осы өңірде тұратын адам, тек қана осы өңірдің тілімен сөйлейтін адам деген құбылыс ақырындап кетіп бара жатыр. Бізде миграция бар, контент тұтынады, орталық қалаларға барып оқиды, орталық қалаларға барып білім алып келеді. Мысалы жастар бір-бірімен мысалы жатақханада, факультеттің өзінде, бір топтың өзінде 10 адам 10 өңірден келген. Олардың тілі араласады. Бәленбай жыл бірге оқып жүргенде сенің тілің бір-біріңді, мен мысалы батыс Қазақстанда тілін түсінемін, оңтүстік Қазақстанда тілін түсінемін. Ешқандай бір айырмашылық жоқ. Біреу ол тілді сіңіріп алады, өзіне сөздерді сіңіріп алып лексиконына қосады. Біреу қоспайды, түсінеді, бірақ өзі сол сөздерді айтпайды дегендей. Шөгу деген ол таза неге малдың. Абай жолында бар шөгу деген. Ана Қодар мен Қамқаны, сонда олар не бүлдіріп қойып десе шөккен дейді. Ол не шөккен деген десе, енді түйемен інгенше түсінбейсің ба деген мысалы эпизод бар ғой. Ол да шөккен деген ол түйенің жай тізерлеген емес. Ол ары қарай түйе жаңағы бурамен інгеннің процесі мысалы. Сондай дүниеде енді біз қайта тізерлеп отыру дегенге Құдайға шүкір дейікші, тізесіне отырды деген. На колени деген. На колени, тізесі. Мен талай көрдім, мен талай өз жұмыста ондай талай нәрсені жөндедім. Тізесіне отырды, бір тізесіне отырды, екі тізесіне отырды дегенді талай, немесе екі тізесіне жығылды, құлады дегеннің бәрін талай жөндедім. Сондықтан ол біз күштеп ештеңе істей алмайсың. Контент арқылы мүмкін таратуға болатын шығар, бірақ ал енді бәрін қазір шөгу деп сөйлей қойыңдар деген тағы да жүрмейді. Сондықтан тізерлеп отырды дегенді Құдайға шүкір осы тым болмаса осы сақталып қалсын деп соған шүкір дейтіндей жағдайға келіп отырмыз біз қазір. Жаңа сөздік момент. Кальканы санап бақылап жүретін адамды қалай атайды? Калькабас. Калькулятор. Мә ендеше. Осындай әзіл. Мен болды енді. Өзімді калькулятор деп атаймын. Калькулятор. Осы сен айта бер. Осы Мөлдір Доспаеваның видеоларын көрген шығарсыз, тарап жатыр. Көріп жүрмін ғой. Кеше таныстым Мөлдірмен. Сол кісінің видеоларында бір видеосын көріп қалдым. Бір диалект жоқ дедіңіз, сөйленіске тән сөздерді жаңағы сынайды да, былай айтқан дұрыс емес, былай айтқан дұрыс деп та жаңағы сөйленіске тән сөзді айтады, сосын жаңағы ресми сөзді айтады. Осы тұрғыда сіз қалай ойлайсыз? Мәселен, мынау Еуропада қазір диалекттік тілдер
өліп бара жатыр деген, жойылып бара жатыр деген мәселені көтеріп, оларға тіпті арнап Википедияда жаңа парақша ашты да. Мысалы бір неміс тілінің бір диалектіне дейін тіпті ашып қойған да. Сол неміс тілінің диалектінде social повестка. Википедия бар, кәдімгі ағылшын тілінің де бір диалекттер, simple English деп бірдеме деп ашып қойған. Осы тұрғыда сіз қалай ойлайсыз? Мысалы, қазір онсыз да мына өңірлік газеттерде қолданып жүр ғой. Мысалы, отырғыш деген сөзді алып Google-ге теріп көрсеңіз, ана Маңғыстау облысында шығатын, мысалы, Лада KZ немесе ана Орал, Атырау сияқты өңірлік газеттерде, бәрібір де ол сөз ана қолданып қалған көріп қаласыз да, отырғыш тағы сол сияқты сөздер. Жатырған. Осы сөздерді біз сол журналистердің қолданғанына қалай қарайсыз? Жалпы негізі бұл сурет кіргізу жөнінде диалект. Сондай байқадыңыз ба жалпы? Байқадыңыз ба сондай тенденция? Тенденция ол қай кезде де болған. Ол қазір шыққан нәрсе емес. Ол өңір болғаннан кейін, ол өңірдің сөзі болғаннан кейін ондай болады. Жаңағы тура осы жерде жаңағы қарбыз дегенді қайтадан мысалға алуға болады. Мысалы, Шығыс Қазақстан өте үлкен өңір. Енді мен Шығыс Қазақстанның жұртына барып алып, сендер қарбызды қауын деп айтпаңдар, ол дұрыс емес деген, ол да дұрыс болмайды. Ол жақтың шаруалары, ол жақта тұратын шаруа халық әлі күнге дейін жаңа қауын түйнек салды, қауын пісті, қауын салдық деп айтады. Солай сөйлейді, олар солай айтты өмір бойы. Сол атадан, атасы солай сөйлеген, оның әкесі солай сөйлеген, ары қарай солай сөйлейді. Мен сол жақтан шыққан тегім, сол жақтан Шығыс Қазақстан, бірақ мен Алматыда туып өскендіктен мен мына жақта қауын қарбыз деген кәдімгі жалпы қабылданған немен келе жатырмын, бірақ мен ауылға барсам мен мысалы қауын деймін. Және маған ауылдан келген адамдар қауын дегенде мен қандай қауын керек екен, сырты жасыл, іші қызыл қауын екенін мен мысалы түсініп тұрамын. Олардың діңке дегенде мен оларға қой сен бүйтіп айтпа деп айта алмаймын. Біз контент жағына келгенде біз мынандай дүниені ескеруіміз керек. Мысалы мен жай ғана жаңа мына сөз дұрыс емес деп сондай болып танылып енді мен мысалы Назгүл десе жұрттың бәрі ойлана сөзбен алысып жүрген адам ба дейді мысалы. Ал мен мыңдаған бет контент әзірлеген адаммын. Мыңдаған бет, мыңдаған бәленбай, мен білмеймін енді жылына бәленбай кітап жасайтын болған соң бәленбай 1000 бет контент дайындаған адаммын. Осы жерде мысалы біз кімнің сөзін түзеп жүрміз? Мен мысалы Қатардағы жай ауылда тұратын адамдар немесе басқа мамандық адамдарының сөзіне барып сенікі дұрыс емес деп айтқан әңгіме емес. Біз контент жасайтын адамдардың сөзін түзеу мен қарапайым халықтың сөзін түзеу арасындағы кішкене айырмашылықты түсінуіміз керек. Сенің контентің кімге арналған? Менің контентім таза аудармашыларға және редакторларға арналған контент. Аудармашы, редактор, журналист. Мен ендетінім. Сен таза осы үлкен массив мәтінмен жұмыс істесең, сол массив мәтіннің ішінде сен осы нәрселерді жөндеп жіберші, сонда ол ел арасына тарай береді. Содан кейін сөздің дұрыстығы дегенде де біз жаңағы калька деген өз алдына бөлек құбылыс. Жаңағыдай сөздің өңірде қолданылатын сөздің өз алдына бөлек құбылыс. Мысалы, жатырған дегенді, мен жатырған дегенді қате деп санаймын. Жатырған. Өйткені ол шынымен түсініксіз бір қазақ тілінің бір мынандай не деуші еді бір парадокс моменті. Отыр, тұр, жүр, жат. Төрт қалып етістік, былай қарағанда отыр, тұр, жүр. Бұйрық ғой біздегі түбір, түбірі отыр, тұр, жүр, және келетте жат. Ол көне түркі тілінде отырыр болған екен да. Отырыр. Содан қалып қойған бірдеңелер. Біз қазір көне тілдерге қарай бастасақ, біз одан бетер болғанбыз. Біз тым кетіп қаламыз. Бізге қазір шығу тегі түсінікті ғой. Біз қазір тілімізді жөндейміз, тіпті жөндемей-ақ осы қалпында сақтап қаламыз десек, біз қазіргі бар дүниемен жұмыс істеуіміз керек. Біз егер қазір мынаның көне түрік тіліндегі түбірі осында екен десек, соны кіргізейік десек, біз одан бетер болғанбыз.
Бізде қазір мысалы орфографияны өзгертеміз, сөздерді нетеміз дегенде, біз қазір осы барымызды, Құдай үшін, осы барымызды сақтайықшы. Қазақ тілі шын қатты қиын жағдайда тұр қазір. Таза тіл ретінде, мәселе оның қолданыс аясы, қазақ тілінде сөйлейтін адамдар саны, жаңа қазақ тілін дүние жүзіне тарату, басқа халықтардың қазақ тілін үйренуі деген сияқты әңгімеден бұрын қазақ тілі өз ішінде қатты қиын жағдайда тұр. Калькасы бар, анаусы бар, мынаусы бар, тілдің болмысы сәл лайланып қалған жағдайда біз енді қазір бар Шағатай тілінде осындай екен, сол сөзді кіргізейік, немесе көне парсы тілінде мына сөздің түбірі мынандай екен, соны қайта алып қазақ тілін бұрынғы біз қазақ тілін 15-ші, 16-ші, 17-ші немесе тым болмаса бір 19-ші ғасырдың аяғындағы жағдайына қайта келтіреміз деп қиын болады бізге. Біз қазір осы барын тым болмаса қазіргі күйінде жаңа кіріп жатқан лас дүниелерден сақтап таза ұстап отырсақ, қазірдің өзін таза емес қой, бірақ тым болмаса осы күйінде сақтап ұстап отырсақ бізге сол олжа. Осы сәтте Қанат Жүкешев ағамыздың пікірін мен келісесіз ба? Ол айтады, стандартизацияланбаған тіл, ауыл шаруашылығы деңгейінде қалып қойған тіл, индустриализация, постиндустриялық деңгей жоқ қазақ тілінде дейді. Ол енді біздің қазақ халқының өзінің тарихи, біздің тілдің қазіргі тіліміз біздің Совет одағы кезінде қалыптасты. Совет одағы кезіндегі Совет одағы Совет өкіметінің бізге жалпы одақтас республикаларға жасаған саясатының салдары. Олар бізді жаңағы сельскохозяйственный придаток деп қарастырды ма? Сөйтіп олар біз Қазақстаннан шығатын контенттің бәрін олар сол сельскохозяйственный придатоктың контенті деңгейінде сақтауға тырысты. Бізде басқа ғылымның бәрі орталықта дамыды. Ол біз қазақ халқының айыбы, жазығы, кінәсі, біз сондай оңбағанбыз, тілімізді дамыта алмадық деген нәрсе емес. Біз сол кездегі көшке ілестік, сол кездегі саясаттың ырқымен жүрдік, бізде солай болды. Одан кейінгі жылдары индустриализацияны қойып, қайбір кездері өзіміз қайда қалғанымызды білмей қалған кез болды. Тіл ол кезде ең соңғы кезекке кетіп қалды. Негізі тілдің бүкіл бұзылған, қираған кезінің бәрі сол 90-шы жылдар ғой. Жаңа байтал түгілі бас қайғы болып өткен кезде сенің таза аударма деген нәрсеге ешкімнің мұршасы келмей қалғанда болған дүние. Стандартталмаған, индустриализация тілі емес, жаңа технология тілі емес қазақ тілі. Өйткені жаңа технология қазақтық емес. Біз тұтынушымыз, біз қандай нәрседе болса да тұтынушымыз. Тым болмаса ауыл шаруашылығын шығарушымыз, бірақ басқа дүниенің бәрін біз тұтынушымыз. Біз жаңа технология ойлап шығара аламыз ба? Біз шығарған жаңа технология бүкіл әлемге тарала ма? Біз үлгермейміз, біз шығарып боламыз дегенше ана жақ одан бас тартып жатады. Болды, ескірді бұл деп басқасын. Біз соны банальный нәрсе айтайыншы, лимон берсе содан лимонад жасап ал деген сияқты. Біз тұтынушымыз ба? Тұтынушы екенімізді мойындайық. Қай салада да шығып жатқан идеяларды, шығып жатқан дүниелерді біз шығармаймыз, біз тек тұтынамыз. Окей, тұтынайық, мойындайық, тілімізді соған бейімдейік. Технологиялар ма? Окей, технологиялар келді ма? Қайсысын қазақшалаймыз, қайсысын сол күйінде атаймыз. О жағынан енді стандарт керек екені керек. Мысалы, қайтадан Қанат Жүкешев, мен ол кісінің фанатымын. Мысалы, жүз, пішін, мүсін, тұрпат, келбет, түр, рең деген сөздерді әртүрлі қолданады дейді. Мысалы, оны бәрін бір ретке келтіруге болатын еді дейді. Мысалы, жаңағы облик, форма, скульптура, тип, портрет, вид, оттенок сияқты келтіріп. Ол бізде сондай да нәрсе жоқ дейді. Не то, что индустрия тілі, ғылыми технология тілі, ғылым технология тілі емес, тілінен бұрын сөйлем құралын қалды ма? Солар түгілі бізде өнер тілі стандартталмаған. Мына айтып отырған нәрселер бұл көркем суреттің мүсін өнеріне ең бірінші кезекте сол қолданылатын дүниелер. Әдебиетте бізде мысалы стандартталмаған, окей, бір ғана сөз айтайыншы, қазір есіме түсіп тұр, бірақ сөз бейне. Біз бейне десе видеоны түсінеміз. Әдебиеттанушы ретінде мен бейнені образ деп түсінемін. Ал
стандарт қайда? Маған салсаң бейне образ болып қалу керек та, видео бола берсін. Одан қазақ тіліне зиян келмейді. Терминология комиссиясы айналысты. Сол сайтты қолданасыз, терминком, емле KZ-те керек кезінде қолданамын. Мысалы қайбір сөздің жазылуы, қалай мына сөз қалай жазылатынын білмесем, шын мәнінде немесе менің мәтінім егер қатты бір стандарт талап ететін мекеменің қолына баратын мәтін болса, мен шынымен оған сүйенемін де сөйтіп жазам. Ал шын мәнінде кейбір дүниесіне орфография сөздігінің өзіндегі емле KZ ол орфография сөздігінің электронды нұсқасы ғой. Сондықтан мен орфографияны жаңа елді мекен деген қалай жазылушы еді деген кезде мысалы қарайсың. Тіл білімі институтына қалай қарайсыз? Тіл білімі институты енді ол негізгі орган ғой. Қазақ тілін зерттейтін, қазақ тілінің дамуына, қазақ тілінің тарихы, қазіргі жай-күйі, келешегі қандай болатынын реттеп анықтап отыратын орган тіл білімі институты. Оларға претензияңыз бар ма? Бар. Ренішім бар. Менде SMM-іне ренішім бар. SMM-іне реніш, иә. Фейсбукта олар туған күнімен құттықтайды әртүрлі адамдарды. Олар ондай біртүрлі ғой. Оны білмедім. Фейсбук оқымай кеттім кейінгі кезде. Сол ТБ-дің фейсбук парақшасында қызметкерлердің туған бүгін пәленшенің туған күні, немесе саясаткердің туған күні деген сияқты посттар көп. Екінің бір өздерінің саласынан көрі. Ол нәрсе сол ғой. Мысалы жаңағы өткенде де айттым, жұрт сен неге айтасың, неге олар айтпайды? Шынымен неге мен айтам, неге ол кісілер бәлкім ғалымдар деген халық сондай бола ма екен, тұшқынып отырып жұмысын істейді, бірақ ол жұмысы туралы жұртқа айтпайды. Немесе олар тым мынандай биікте элитарный ғылым жасап отыр да, оны қарапайым халыққа түсіндіріп тәпсірлеп отыруды артық санай ма екен, бірақ әйтеуір ол кісілерден шынымен ешқандай контент шығып жатқанын көрмейсің. Шыққанда, ол жақтан да шығатын контенттің әр түрі болады ғой. Мысалы мектеп оқушыларына тіл түсіндіретін студенттер, әр салалық контент, мысалы мәтін жасайтын адамдарға арналған сондай дүниелерді, ол әрине үлкен жұмыс. SMM деген ол үлкен кәдімгі жүйелі түрде уақытты бөлім айналысу керек. Үлкен сондай институт болғаннан кейін сан сала олар мысалы бір ғана ғылыми жұмыс істеп жатқан жоқ, ол кісілерде біраз былай тарамдалған жұмыс істеп жатқаннан кейін сол әр тарамдалған жұмыстың өзінен контент жасап отыратын контенттер. Бір жағынан біраз адам керек, оны түрлі форматта жасайтын. Ал жай ғана бірдеңелерді жаза салу негізі біздегі көп мекеменің несі SMM тек қана сол басшымыз анда барды, мына бөлімнің басшысы ауысты, мемға көшу керек. Мемға көшіңіздер. Мембасадор болыңыздар. Мембасадор. Мемшіл қауымға кішкене. Жоқ, ол кісілерден шынымен контент шықпайды мүлде ешқандай. Жалпы не істеп отырғаны, не жасап жатқаны. Үкіметтен, бюджеттен қаржы аз бөлінеді деп шағымданып отырған бір рет. Түсінуге болады негізі. Қаржы жағынан. Түсінесің. Бірақ энтузиасттар керек сияқты. Энтузиасттар керек сияқты. Енді ТБИ көп жағынан пәтуа беретін ТБИ ғой көп жағынан, бізге тіл білімі институты. Пәтуамейкер. Пәтуалистер. Ал мына нәрсеге қалай қарайсыз? Мысалы біз негізінде көп нәрсені шағымданған кезде үкіметке бәрін үйіп төгіп тастаймыз да. Жаңа бір мәселе болды ма, болды. Оның кесірі, жаңа үкіметтің кесірі дейміз. Ал осы халық, мысалы, орташа есептік Қазақстан тұрғыны 11 жыл мектеп оқиды, кейін университет оқиды, 4 жыл университет оқиды. Осы оқыған кезде жаңа қазақ тілінде оқитын адам, ол міндетті түрде сауатты жазып шығу керек, осыны бітіп шыққан. Бірақ не себепті осы желіде мақсат көп байқаймыз. Деген сөз. Деген сөздің өзінің бір 8-9 андай жазу нұсқасы бар да. Деп жазып қояды, деп жазып қояды. Күйеу деген сөздің 12 нұсқасы. Күйеу деп жазып қояды. Сол тұрғыда қалай ойлайсыз, бұл халықтың өзінің кінәсі ма, осылай сауатсыз жазатын? Сауатсыз адамның сауатсыздығы оның тек қана өзінен. Қатысты теория бар. Неге идан кейін А жазылады? Клавиатурада
и мен а жақын тұр. Жалпы мен түсінгенімше қазақ клавиатурасы андай эргономика дейді ма, ыңғайлылық жағынан саусаққа келтірілмеген. Жиілік бойынша ма? Қазақ әріптері мына жақта тұр, сандарда тұр. Әге жеткенше иден кейін әні қою үшін уақыт керек деген сияқты. Оның бәрі машықтың мәселесі ғой. Оның бәрі машықтың мәселесі. Мысалы, менің компьютерімда қазір не жоқ андай клавиатурада тек қана ағылшынша әріптердің несі бар. Орысша, қазақша әріптердің несі көрінбейді. Көрінбейді емес, болмаған. Мен машықтанып алдым. Демек ол адамның қолынан келетін нәрсе. Ол бір... Яғни ерінеді, қажеті жоқ санайды, білмейді. Одан кейін қазақша пернетақта орнатпаған адамдар өте көп. Ондай нәрсе бар екенін білмейтіндер өте көп. Өте көп. Ерінетіндер, орнатқысы келмейтіндер, қажеті жоқ деп санайтындар бар. Сол адамдар бірден жұмысы бәрі орысша екенін түсінуге болады. Орысша екенін түсінуге болады, одан кейін олар жаңағы қойшы соң клавиатура ауыстырып отырамыз ба деп нетеді. Ол адамдарға бірақ лайфхакты айтуға болады, сен клавиатураңды ағылшынша және қазақша қойып қой. Өйткені орыс тіліндегі әріптердің бәрі сол сенің қазақ клавиатураңда тұр. Ол бүйтіп ойлайды, мен орысша жазу үшін орысша клавиатураға ауысым керек, қазақша жазу үшін қазақша клавиатураға ауысым керек. Компьютерда сен жаңа каз энк деген екі кнопка жетеді. Вот жаңа сіз пернетақта туралы айтып өттіңіз ғой. Т9 деген алып жөндейтін нәрсе бар ғой. Сол орыс тілін осы таныстарымнан көбіне сұрап шықтым. Саған осы орысша пернетақта не үшін керек десем, түзеп отыратыны керек дейді. Мен кейбір сөздерді орысша дұрыс жаза алмаймын, содан ұяламын дейді да. Сол себепті орысшасын өшірмеймін дейді. Соған қатысты қалай қарайсың, қазақ тілінің пернетақтасына осындай түзеп отыратын қажет пе осы? Samsung'та бар, Android'та бар. Керек. Мен мысалы мен телефонда пернетақта қазақша және испанша. Мен испанша жазғанда екі әрпін жазасың, ары қарайғысын өзі жазып береді мысалы, рахат. Ағылшынша жазатын болсам, мен ағылшыншасын қояр едім. Ол 2-3 әрпін жазасың, осыған мына үшін бірнеше сөздің нұсқасын шығарады, соны аласың да қоя бересің. Жылдамдыққа, қатесіз жазуға, мысалы, жаңағы испан тіліндегі жаңағы екпінді дұрыс қоюға өте жақсы көмек, бірақ ол тілді жақсы меңгеруге қатты бөгет. Мысалы, мен үйреніп жүрген үйренуші болғаннан кейін дайын нәрсе, ол мен кәдімгідей дәл соны машықтануға қатты қиын нәрсе. Қазақшада енді былай айтайыншы, мен өзімнің мамандығым қазақ тілі болғандықтан менің қазақша жазғаным өзімнің қазақша жазғаныммен басқа сала маманның қазақша жазғанда қиналғанын мен түсінбеймін. Мен мысалы, ол сен неге қате жазасың дегенде, маған осындай қиындықтар бар дегенде, мен оны басынан өткермегеннен кейін мен оны сіз машықтанып аласыз. Менікі ол таза кәдімгі, мен білмеймін, түнде оятып алып жазғызсаң, мен жазып кете береді. Ол таза, мен бүкіл мына жағым бәрі соған, саусағым бәрі соған әбден бейімделген нәрсе. Ал басқа сала мамандарына біз не деп қандай претензия қоя аламыз? Претензия біреу-ақ, сен мектепте дұрыс оқымағансың. Бай қарасаң, үкімет кінәлі емес оған. Яғни өзі кінәлі. Енді бір ұшы бар, бәрі үкіметке тиеді таяқтың. Оқулық сапасы, мұғалімдер сапасы, айналып келгенде жақсы төленсе мұғалім беріліп түсіндіретін еді. Одан емес. Емес. Ол жалғыз итермелеуші күш пе сонда? Мәселе мұғалімнің білім тікелей жаңағы қалай деуші еді, байланыс бар да шығар. Мұғалімнің жалақысы мен мұғалімнің жұмыс сапасы арасындағы байланыс бар да шығар. Бірақ сен мынандай нәрсе ғой, сен осы жұмысқа дәл сол уақытыңды жұмсап, осы жұмысты істейсің. Неге сол жұмысты сол уақытта жақсырақ істемеске? Сен бәрібір 45 минут сабақ беруге кірдің бе? Сен неге сол 45 минутта ана балалардың миына
жақсырақ сіңіруге жұмсамасқа. Сен 100 мың алып жүріп те сен сол 45 минут сабақ бересің. 500 мың алсаң да сен 45 минут сабақ бересің. Неге сен сол 45 минутты барынша тиімді жұмсамайсың? Неге сен 100 мың алсаң сен 45 минут бекер өткізіп жіберуге болады деген сөз емес қой. 500 мың алсам ғана мен 45 минутта жанымды салып жұмыс істеймін. Сен бәрібір істеп жүрсің, сен сол 45 минут бәрібір жұмсап жүрсің. Сенің өміріңді бәрібір сол мұғалімдікке сен өміріңді жұмсап жатырсың. Саған 100 мың ұнамай ма, сен басқа салаға кет. Ал сен сол 100 мыңды қанағат тұтып сен мұғалім болып жүрсің ба, жақсырақ істеп жүр. Біз әр адамның өкімет дейміз, өкімет кінәлі дейміз, бірақ әр саладағы бір адами жеке жауапкершілік, азамат ретіндегі жауапкершілікті біз бәрібір ысыра береміз да, өкімет дұрыс төлемейді, мен онда жұмысым жақсы істемеймін. Дұрыс істемеймін. Яғни бәрін өкіметке ысыра берген дұрыс емес. Сен бала тәрбиелеген ешкім ақша төлемейді ғой, бірақ сен баланы жақсы тәрбиелейсің. Тәрбиелеуге тырысасың ғой, кемі. Сол сияқты өзің маман болдың ба, сен ақыры мысалы, сен дәрігер болдың ба, сен жақсы төленбейтінін біліп тұрып дәрігер болып келдің ғой. Сен о баста оқығанда медицина университетіне түскенде біздегі қазіргі медицинаның жағдайын, медицина саласындағы жалақы жағдайын, басқасын сен бәрін білдің. Сен аспаннан түскен жоқсың, сен бәрін көріп келдің. Сен өміріңді соған арнап келдің, сен уақытыңды соған арнап жүрсің. Жақсырақ істей берші. Бәлкім енді менікі бір қиналмаған адамның астамшылығы шығар, олай да болуы мүмкін, солай шынымен солай шығар. Бірақ бәрібір мен де мысалы кезінде аз ақша алып жұмыс істеген кездерім болды. Бірақ жақсарған, жұмысты жақсырақ істеген, сол мысалы осы айналып келгенде жаңағы мұғалім дұрыс түсіндірмеді деген. Айналып келгенде мұғалім дұрыс ме? Окей, мұғалім дұрыс түсіндірмеді, бірақ адамның қатесіз жазуы, сауатты жазуы ол бәрібір оның мұғалім түсіндіргеніне ғана емес қой. Кітап оқыған адам бәрібір басқаша жазады. Бұл жерден бәрі тереңге кетеді ғой, әлеуметтік жағдай дейміз, анау жоқ, мынау жоқ, бәрі ештеңе жоқ. Бәрібір кітап бар ол. Бәрібір кітап бар. Біз кітап оқымай кеттік. Проблема сода. Бұл кітап оқу трендке қайтып келмейтін сияқты. Кітап оқу трендке қайтып келмейді. Мен оны мойындадым, мен оған көндім. Оның үстіне бір нәрсе, бүйтеді ғой, жаңағы әке-шешесі кітап оқығанын көріп өскен бала кітап оқып өседі деген сияқты. Оны мойындаймын, ондай бар. Бірақ ондайдың да өзі, мысалы, біз үйде 4-іміз. Менен кейін 2 бауырым, сіңілім бар. Әке-шешеміздің қолынан кітап түспейді. Қолынан кітап түспейді, оқи береді, кітап оқиды. Қол қалт ете қалса, кітап оқиды. Мен тура сонда. Төте жазумен. Жоқ, төте жазу емес, олар не ғой, төте жазуды оқи алады, бірақ былай да оқиды. Мен еліктедім. Әкеме еліктедім. Оның үстіне әкем тұңғышы болғаннан кейін мені тәрбиелеуге көбірек көңіл бөліп, менімен бірге отырып кітап оқып, өзі маған кітап беріп, менен кейінгілер өскенде кішкене тіршілік қиындап кетті де, әкем оларға көңіл бөлуге шамасы келмей қалды. Бірақ мен оқыдым, сіңілім азырақ оқыды. Солар да өз саласының жап-жақсы маманы, біреуі физрук. Бірақ қазір мысалы өзіне керек нәрсесін іздеп оқи алады. Бір әлеуметтік, оның мамандық таңдаудағы, ол таза спортсмен болды, өмір бойы спортсмен, балуан болды. Балуан, сосын дене шынықтыру академиясына аяқтады, ол қазір мысалы мектепте мұғалім. Найман, дене шынықтырудан сабақ береді, рахаттанып істейді жұмысын. Одан кейінгі инженер. Одан үлкен инженер, мысалы, ол өзіне керек салалық бір деңгейлерін оқиды. Бірақ енді қазір мен оған сен көркем әдебиет оқыған жоқсың деп, соның кесірінен сен сөйтіп қалдың, бүйтіп қалдың дейтіндей аса бір претензия мен оған айта алмаймын. Демек, ол ережеде, орысша айтқанда, не всегда работает. Ол бәрібір адамның өзінің әуестігіне, адамның темпераментіне, адамның әлгі болмысына, мінезіне, психотипіне, бәріне бір байланысты дүние. Мен тұңғышым 8-9 жасқа келгенше біраз кітап оқып тастады да, одан сапты ел оқымайды. Ол мысалы көп дүниені, видео лекциялар.
өте қолайлы. Ол кәдімгідей тұтас бүкіл таңертең көзін ашқанда қояды, содан бүкіл тірлігін істеп жүріп тыңдайды, жол бойы тыңдап барады, бүкіл не сондай көп дүниені содан біліп жатыр мысалы. Бірақ қызым оқиды, жатып күнімен түнімен кітап оқиды. Сол сияқты дүниелер ол бәрібір адамның өзіне байланысты. Енді біз жаппай кітап оқуды қазір бәрібір тренд қылмаймыз. Кітап оқыған жақсы, балаларға кітап оқу. Ол да кәдімгідей бір машық және керек дүние, бірақ толық кітап оқушы ұлтқа біз қазір айналып кете алмаймыз. Басқа өйткені біздің өмірімізге басқа дүниелер араласып кетті. Олардың бәрін қазір сыпырып тастап, сен телевизор көрме, одан оның орнына кітап оқы деп тағы да айта алмайсың. Әлеуметтік желі. Мен кино көргім келеді. Мен дәл қазір сәтте мен кино көргім келіп тұр, мен кітап оқығым келіп тұрған жоқ. Бүгін де, ертең де мен кино көргім келеді, кітап оқығым. 5 күн болды мен кітап оқыған жоқпын, мен кино көрдім. Мен одан жаман болып қалған жоқпын, немесе бір қатты болған жоқ. Оқыса жақсы, оқымаса оған ештеңе істей алмайсың. Және кітап көбірек миды жұмыс істетеді ғой. Кітаптың энергия жұмсайды. Мәселе кітаптың энергия жұмсағанда емес қой. Кітап, бала кезде кітап оқыған адам несі қиялы басқаша дамиды. Плюс эмоциялық интеллекті басқаша дамиды, қиялы басқаша дамиды, оның пайдасына сөз жоқ. Бірақ дәл қазіргі бүкіл әлемде азайды. Үрдіс азайды, және дәл Қазақстанда қазіргі біздің қатарымыз, мысалы ата-аналар қазір балаларға кітап оқытуға бейім, оқытқымыз келеді, оқытайықшы. Ақырындап мысалы мен бауырларым баласымен бірге отырып кітап оқып, ақырындап қалыптастырып жатыр. Оның баласы ертең кітап оқып кетуі мүмкін. Бірақ қайбір кезде келгенде оқымай қоюы да мүмкін. Оған да ештеңе істей алмайсың. Бірақ тенденция бар. Баласына кітап оқытқысы келеді. Өйткені оның таза миға пайдасын, баланың мінезіне пайдасын, баланың ары қарайғы дамуына, оның ертеңгі білім алуына оның пайдасы бар екенін мойындап түсінген адамдар оқытқысы келеді. Бірақ жаппай болып кетті, ондай болмайды. Кітап демекші, Харри Поттер мен пәлсапа тасты мен немесе және бар ғой ортасындағы. Сол екеуінің айырмашылығын түсіндіріп жүресіз. Неге сіздер менді таңдадыңыздар, және не емес? Сондай бір қазақ тілінде осы екеуі бар ғой, шылау, былай екеуі бірдің орнына бір жүре береді деген түсінік бар бізде. Міне көбінесе жәнені таңдаймыз, өйткені и. Орысшасында көбінесе и. Мәселе калькада емес, бұл таза калька емес, сәйкестік. Бұл құбылыс калька деп емес, тілдегі құбылыс, жалғаулықшылау. Ана тілде әнд бар, оны калька дей алмаймыз ғой. Ағылшын тілінде мысалы тек қана әнд, орыс тілінде тек қана и. Ол тілдің өзінің табиғаты. Бізге, нам повезло, бізде екеуі. Екеуінің сәл-сәл шөбі, хэм деген бар. Хэм дейші әм дейді. Оның сәл-сәл және мен менің арасында сәл-сәл айырмашылық бар. Және ол параллель, менде қатыстылық бар. Яғни пәлсапа тас Харриге қатысы бар деген. Енді екеуінің арасында, екеуінің оқиғасы қатар өрбейді ғой. Екеуінің арасында кәдімгі өзара әрекеттесу дейміз, взаимодействие екеуінің арасында бар ғой. Сондықтан біз менді таңдадық. Жалпы бүкіл Харри Поттер сериясында, біз емес, мен таңдадым. Харри Поттер сериясында бүкіл Харри Поттер мен, демек ол жерде Харри Поттер және дегеннен гөрі біз мен деген біріншіден екеуінің арасында оқиға өрбу барысында бір-біріне қатысты екенін көрсету үшін. Мысалы екі кейіпкер Харри Поттер және Фродо деп айтсақ, Фродо басқа кітаптан, онда және деп айту керек еді. Егер екеуінің арасында сол контекстте байланыс болмаса. Ол үшін қайтадан контекст ескеріп отыру керек әрдайым. Мысалы айталық, Харри Поттер мен Фродоны салыстырсақ деп айтсақ, мен дейміз. Ал қай кезде және қоямыз екеуінің арасына? Және деген өз сирек көп жерде мен болатын сияқты. Мысалы
бірдеңелерді және бірдеңелерді жөндеу деп аударады мысалы қазір ремонт таких-то өткенде көрдім мысалы аренда помещений складов дейді да бірыңғай мүшелердің арасында бірыңғай мүшелердің арасында көбінесе мен ғой екеуіне ортақ баяндауыш болса мысалы Фродо мен Харриді салыстыру десек мысалы екеуді Фродоны және Харриді салыстыру деп айтпаймыз ғой көп жағдайда Фродо және Харри подкастқа қатысты Фродо мен Харри екеуі бірге қатысса мысалы біз қазір Назгүл және Бауыржан қатысты демейміз Назгүл мен Бауыржан қатысты Назгүл және Бауыржан қатысқан подкаст Назгүл мен Бауыржан қатысты және мүлде не алау мен кемсітушілікке ұшырап кетті қазір қарап отырсам Жәненің қызметі асырып жіберген екен overrated иә өйткені и дегенге қарап және дей бергенбіз да көп жағдайда жалғаулықшылау дұрыс болады қытайлық қазақтар осы және дегенді тағы дегеннің орнына қолданатыны андай ол да бар иә және дейді тағы да және келдім ондай осы жаңа деген мағынада да қолданады иә жаңа сосын тағы деген иә және келдім және білдім деп оны да мысалы түсіне алсаң жақсы түсінбесең не деп тұрсың дейсің мысалы и пришел и ме Қазақстанда жалпы ондай бір өңірдің тілін түсінбей қалдым деген қазір жоқ сияқты араластық қой әбден араласып кеттік оқшау қалған өңір жоқ бізде оқшау қалған не жоқ сондықтан олар мәжілмен олар өстіп қолданады екен деген сияқты нәрселерді түсінеміз бірақ бізге сіңбеуі мүмкін болды жаңа сіз оқшау қалған өңір деп жатсыз ғой бірақ бізде өкінішке орай оқшау қалған салалар көп та жаңағы технология жөнінде қалай бұрып жібердің осы сіз жаңа Харри Поттерді аудардыңыз иә мен жаңа Харри Поттерді сатып алдым барлық бөлімі бар үйде әйелім оқиды бірақ өзім жетеуге кейбірін оқып шықтым бірақ өзіме қызық емес та фантастика маған көбіне ғылыми жаңағы кітаптар қызық та осы сіз енді барлық кітаптың аудармасымен өзіңіз айналысып жүре бере алмайсыз ғой сол өзіңіздің артыңыздан бір шәкірт болмаса осылай дұрыс аударуға бір үйрететін курс па сондайыңыз бар ма екен жалпы және осы ғылыми біз барамыз ғылыми осы кітаптарды аударуға айналысатын адам дайындайсыз ба деген ғой дайындаймын мен негізі Харри Поттерға дейін жаңағы шпаған төбең жоқ екен деген әңгіме ғой біраз саланың да жұмыс істеген мен ең бірінші жұмыс істеген жерім ол баспа экономика баспасы нархоз университеті бар ғой Алматыда сол нархоз университетінің жанында экономика баспасы кезінде дүрілдеп тұрған экономика әдебиетін кейін кішкене құлдырап кетті бірақ мен соны 20 жыл бұрын сол экономика баспасы 22 жыл бұрын экономика баспасында жұмыс істей бастадым негізгі менің жұмысым одан кейін біраз арасына үзіліс салып анда істедім мында істедім цифрлық білім беру ресурстарында істедім кітаптар шығардым одан медиаға кеттім медиа тренинг меңгердім одан кейін қайттан кітап саласына қайтып келдім 2017-ден бері мен тек қана кітап арасында жаңағы мәтін кітаптармен жұмыс істеп жүре бергеніммен 2017-ден бері мен тек қана кітап саласындамын таза кітап 7 жыл болды ма таза кітап мен 100 оқулықта жұмыс істедім ұлттық аударма бюросында 100 оқулық қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасының кәдімгідей басынан аяғына дейін жоба басталғаннан жоба жабылғанға дейін тұтас сол жерде істедім редактор болдым шығарушы редактор болдым не себепті жоба жабылып қалды өте жақсы кітаптар шығарып еді ориентализм содан шықты ма ориентализм содан шықты тура 100 кітап шықты мақсаты сол болды ма құр 100 кітап шығару енді о баста ол одан көбірек болу керек болуға тиіседі бірақ 146 жоқ ары қарай тоқтамайды деп ойлағанбыз бірақ енді кішкене саяси шешімдердің ықпалымен солай болып қалды сол 100 оқулықтан шықтым да ары қарай Харри Поттерға кіріп кеттім Харри Поттердан шықтым басқа кітаптарға кіріп кеттім сонда менде уже көркем әдебиет сол кішкене Харри Поттер тұсында ғана болды одан кейін көбінесе қайттан ғылыми көпшілік кітаптарға қайта кеттім сонда академиялық та кітаптар істедім көркем әдебиетте істедім ғылыми көпшілік кітаптарды істедім сөйтіп менің кәдімгі стилистикам қалыптасты өзімнің
сол неде, мысалы мен ұлттық аударма бюросына алғаш барған кездегі мен бірінші шығарған кітабымның стилистикасымен қазір осы алдыңғы күні қол қойып кеттім басуға бір кітап, оның стилистикасы кәдімгідей мүлде басқа. Өйткені бәленбай мыңдаған бет мәтіннен кейін адам кәдімгідей стилистика нақты қалыптасады, жұмыс істеу жылдамдығы да қалыптасады, түсінік те басқа. Өйткені басында білмей тұрған нәрсе бірінен біріне өтіп, мысалы кейде ұлттық аударма бюросына жүргенде 10-шы кітапты істеп жатқан кезде мен неге осы нәрсені бірінші кітапты істеген кезде білген жоқпын. Сондай дүниелер болады. Сондықтан жалпы баспа ісінде жаңа бір кітапқа қайта айналып барып оны өңдеп басып шығару ол қалыпты процесс. Бірақ бізде оған материалдық жағдай ондайды көтермейді. Бізде ол жағынан қиындау. Бір кітапты қайта түзетіп жаңа басылымын шығару деген. Келесі тираж деген болмай ма? Келесі тираж, бірақ ол келесі тиражға жету керек, қана сатылып кету керек қой. Бізде сол кітап деген бізде сатылымы қиын. Бізде өйткені оқитын адам жалпы халық аз, қазақ тілінде оқитын жалпы халық аз, ол халықтың ішінде оқитын несі, халық тағы да аз. Сонда бізде тираж, мысалы Харри Поттердің ағылшынша, орысша тираждар космические цифры дейді ғой. Ал біз әлі біздікі қанша? 10 мыңға жеткен жоқ әлі. Сонда мына 7 бөлімінің бәрін қосқанда 10 мыңға жетпеді ме? Жоқ, әр бөлімінен 7, бір кітап деп қарасақ, Харри Поттер 7 том бір кітап деп қарасақ 10 мыңға жеткен. Мәссаған. Бізде қиын. Бірақ мен білетін адамның бәрі Харри Поттерді қазақша оқып шыққан екен. Біз өзіміздің жағы. Содан ортамыз ғой, бабылымыз. Енді мен осы неде жүргенде өстіп біраз тәжірибе жинағаннан кейін бізде енді ұлттық аударма бюросында 50 редактор кәдімгі бүкіл мәтін түсінеді ау, академиялық мәтінмен жұмыс істей алады ау деген бәрін ұлттық аударма бюросына жиналды. Одан ол бәрі тарап кетті. Бірақ ұлттық аударма бюросының өзінде жақсы мектеп қалыптасты. Кезінде сол жерде біріміз үйрендік, бір-бірімізге үйреттік дегендей. Одан кейін енді мен өз бетіммен ұлттық аударма бюросынан шықтым, Харри Поттерді істеп жүрмін. Сол кезде шынымен маған өзім сияқты стилистика қалыптастырып жұмыс істей алатын адамдарды мамандарды оқытып даярлап алсам деген ниетім сол кезде шыққан, әлі де бар. Сіз қазір арнаңызда бір жабық донат арқылы ақылы шығардым, бірақ 50 адам жазылған, бірақ 50 адамның 10-15-і ғана оқиды. Қызық түсінбей қалдым. Сіз ақшасын төледіңіз, бірақ контент тұтынып отырған жоқсыз. Бірақ ол енді мен 100 күнге деп аштым, 100 күн жүргіздім, одан кейін ол қазір өз бетімен тұр. Ол контентті қолдана бересің, бірақ ары қарай мен толықтырып отырған жоқпын. Демек мен қазір басқа форматын табуым керек. Ал маған хабарласатындар аудармашыларға тренингтеріңіз бар ма, редакторларға тренингтеріңіз бар ма? Бір өзі қазіргі менің жұмысымда бір контентке таза өңдеуге кетіп қалған кезең болып тұр. Біраз кітап шығарып жатырмын қазір, біраз кітапты аударып жатырмын, редакциялап жатырмын. Солардың бәрін мен кәдімгі осыны аяқтайын, сосын отырамын да мектебімді қалыптастырып, қазір үйренем дейтіндерге үйретіп, оқытып, оның үстіне мен қазіргі өзі қасыма да адамдар керек. Менімен бірге жұмыс істеймін деген толық редактура саласында, кітап шығару саласында менің қасыма қосылып, маған ілесіп, менімен қатар жүріп жұмыс істеймін деген адамдар керек. Сондықтан тым болмаса өзіме, командама маман дайындап алу үшін мен сол мектебімді жүргізуім керек болып тұр. Алдағы уақытта бір кішкене мәтіндерімнің бәрін иесіне бәрін тапсырып, ақшасын алып алып, одан кейін кірісетін шығармын. Әйтпесе 1-2 рет істеп көрдім. Жарнамасы емшім болды. Мен кішкене концепциясын дұрыс ойластырмай, бірақ сол кезде біреуінде бір 10 шақты адам келді, бір курсқа 5 күн өткіздім. Екіншісінде 10 шақты адам келді. Солардың көбімен әріптес болып кеттік, дос болып кеттік, жақсы өзімен нетворк қалыптасты, бірақ бәрібір өзім ойлағандай ол кісілерге дәріс бере алған жоқпын, және өзім ойлағандай нәтиже ала алған жоқпын. Демек мен концепциясын өзгертіп, форматын өзгертіп, сәл басқаша қылып, бірақ соны істеуім, неге соны жасамасқа,
ондай ойда бар, ондай ниет бар, ондай сұраныс бар, менен ұсыныс бар, бірақ соны кішкене тоқайластыра алмай жатырмыз. Сондықтан мен сіздерді тізімге жазып қояйын, оқитын болсаңыздар, курстарды іске қосқан кезде мен маған қызық болушы еді шынымен де. Одан кейін мен неге университеттерге сұранғам, маған факультатив беріңіздерші деп, филология факультеттеріне ыңғай келмейді кейде. Енді мәтінмен қызығам өздері универлер. Жоқ, біреу қызығады, біреу қызықпайды. Мен Сүлейман Демирел университеті жылда шақырады мен. Барасыз. Алыс. Маған қаланың шетінде ғой. Қаланың шетінде емес, анау Қаскелеңде, облыста ғой, я ауылда. Маған шын мәнінде мен мысалы ол кезде ана Көктөбенің түбіндегі кеңседе жұмыс істеп отырмын да. Жұмыс істеп жүрген кезім маған енді барып келген шын бүкіл қала, ол Алтын Орданың қасынан өтесің, енді шын мен оны өзіме қиынсындым. Ол не емес, Абылайхан атындағы университетке шақырды, факультативке, сондай редакция балаларға. Мен графигіммен оны сәйкестендіре алмадым. Өйткені мәтінмен жұмыс істеп отырған адамға бүйтіп орнынан тұрып, бір жаққа барып келіп қайта отыру қиын. Мысалы, 1 сағат сабақ беріп келу үшін сен жарты күнің кетіп қалады, жарты күнде сен бәленбай мәтін өңдеп шығасың. Сондықтан не ананы істеу керек, не мынаны істеу керек екен деп, кәріне мәтіндерді аяқтап алайын, содан сабақ беруге кірісем деп әлі жүрмін. Менен ұсыныс бар, сұраныс бар. Енді екеуін тоқайластырамыз. Болады. Істегім келеді. Істеу керек. Неге соны жасамасқа? Неге жасамасқа? Тоқайластыру деген жақсы сөз екен. Бәріміз тоқайластырып. Тоқайласақ деп. Тоқайласақ, жомарттасақ. Иә. Және қорытынды билік қана кінәлі емес, адамның өзі. Бірақ билік бір нәрсеге кінәлі. Саяси қудалау дейсің. Өкіметтің кінәсі бар қазақтың жағдайына. Біздегі заң, біздегі өкіметтен шығатын, үкімет емес, өкімет. Өкіметтен шығатын бүкіл мәтіндердің бәрі орысша жазылады. Орысша жазылады, орысша жазылған соң ол аударылады, аударма ол бәрібір гуд емес ол, жақсы емес. Сондықтан өкімет қазақ тілін дамытамын десе, қазақ тілі Қазақстанның мемлекеттік тілі, қазақ тілі лайық орын алу керек десе, аударма тілі емес. Мына недегі жаңағы Нұрсаядан ары қарай жатқан кеңістік бар ғой, сол жақтағы месседждардың бәрі қазақша жазылу керек. Ол біздің арманымыз, қазірге арманымыз. Қазақша жазылса, қажетіне қарай орысшаға аударыла берсін, бірақ қазақша жазылсын. Бәлкім басында қазақшасы кішкене қисықтау болар, бірақ жүре түзеледі ғой. Аудара берген қазір бізге ең оңай сол көрініп тұр, өйткені Дәурен Абаевтың айтқаны бар ғой, нельзя просто так взять и писать законы на казахском деген сияқты. Жаза алмайсыңдар, жаза алмаймыз қазақтар, біз заң жаза алмаймыз. Жазып көрейікші. Бірақ өзі қазақша жазылған жалғыз заң бар ғой, көші-қон туралы заң. Қазақша жазылған сияқты емес, жүр бір түрлі. Ал тіл туралы заң. Тіл туралы заңды. Ол да қазақша емес. Жоқ. Қазбек Иса сол кісілер атсалысып жазған сияқты деді ғой кезінде. Соны оқып көрейінші. Өйткені мен көші-қон туралы заңды оқып көрдім. Бәрібір андай. Бізде өзі заң тілі қанша қазақша болды дегенмен, заң тілі бәрібір орысша болып қала береді. Өйткені олар бір-бірін түсінбейді. Мына бір ситуация, бір жағдайды айтып беріп еді маған бір досым. Сот болып жатыр дейді. Судья бар, сосын соттасып жатқан екі тарап бар. Біреу әкімдіктің қызметкері, біреу қарапайым азамат дейді. Үшеуінің тілі үш түрлі. Процесс қазақша өтіп жатыр, үшеуі бір-бірін түсінбейді дейді. Судьяның тілі, соттың тілі өз алдына бір бөлек әлем, бөлек планета. Мынау әкімдіктің канцелярия тілі ол бөлек планета, қарапайым адамдардың тілі ол мүлде стандарт жоқ. Қайтадан мәселелер стандартты да емес қой, аналардың стилистикасы бөлек қой. Стилистикасы. Судьялардың тілі, соттың тілі, олар таза орыс тілінің калькасы, сол жақта әкімдіктер де таза орыс тілінің калькасы, канцеляризм сіресіп қалған.
сонда ана бір бірін бірақ канцеляризм қажет қой бәрібір сондай нақты қажет жері месседждерді жеткізуге қажет, бірақ бізде тым шектен шығып кеткен ғой. Біз жалпы бар ғой осы тілге келген кезде шегін білмей қаламыз да. Тілді қарапайымдау керек десе тым қарапайымдап жібереміз, канцеляризм керек десе тым ұрынып кетеміз, заң тілінің өзінің стандарттары жаңа талаптары бар десе ол тым әсірелеп жібереміз. Жаңа сотқа құрметтемеушілік деген сияқты. Ортасы жоқ. Сотқа құрметтемеушілік дейді да, өйткені неуважение к суду. Қазақ тілінің шекарасы жоқ қой, шексіз. Жоқ, қазақ тілі шексіз ғой, бірақ қазақ тілін өзімізге икемдеуде біз кейде қатты кетіп жатамыз. Қатты кетіп қаламыз. Ол жөн осы екен дейміз де. Одан кейін бір-бірімізді түсінбей, сол заң тілін түсінбейді, одан кейін заң тілін түсінбегеннен кейін процестердің бәрі орысша жүреді. Бәрі болмаса да көбі. Иә, біз осы жерден аяқтауға мәжбүрміз. Достар, Калькастоп арнасына жазылыңыздар. Калькастоп арнасына жазылыңыздар. Қайталап айтамын. Ілесіңіздер деп. Иә, тіркеліңіздер, жазылыңыздар, жазылып кетіңіздер сосын Калькадан. Сол, рахмет Назгүл ханым, Бауыржан, көп сөйлемесеңдер рахмет. Бауыржан менің досым, сондықтан солай өзінше болып сөйлеп отырмын да онымен. Ал мына кісімен басқаша деген. Ресми. Иә, сондықтан рахмет. Апайым деп па? Иә, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Депа подкаст.